Сула ма ашкон? Қайырлы кеш. Тағы да қалдарыңыз қалай? Уалейкум ассалам. Саламатсыз ба? Еді қалыңыз қалай? Қазір осы құрайын деп жатқан құрағымды 4-ке бөлеміз, сонда бізде 12-де 12 құрақ шығады. Бұл жаңаша құрақтың бір түрі. Алдында бір рет бар, тәтеге апарма. Мынаны ұста, ананда апар. Құйып бір санаған. Көп іше берме, енді ашқан ішің ауырады. Размерін мына ненің размері, бөзінің размері 27-де 27 қылып алдым. Бізде шығатын құрақ 24 болу керек. Ортасынан бөлеміз, теңге 12-де 12 шығады, сонда 4 құрақ шығады сразу. Өтініш прямойға көбірек кіріп отырыңыз, сіздің прямойдан күшті мотивация аламын дейді. Рахмет жаным. Сіздердің қолдауларыңызға көп рахмет. Әрдайым мені қолдап отырасыздар, әйтеуір. Мәз болып отырам, ой жазғандарыңызды оқып. Алабекті көп шығуға постараюсь. Разный нелерден қолданамын. Мен осы көрпеге қандай цветтерді қолданатым, соның барлығын осы үлкен құраққа қосып шығамын. Өте әдемі құрақ шығады тоже. Бір тіккеннен уже бір блок тіккеннен біз 4 құрақ шығарамыз сразу. Менде күтем сізді прямой эфирде дейді. Рахмет.
артымнан кетіп қалып берші. Бұл пайдалана отырған обычный турецкий матовый велюр деп айтылады. Шторный велюрлар. Таза турецкий велюр ол өте қымбат тұрады. Ол велюрдан сосын көрпе тігу шамалы ыңғайсыз болды. Алдында менен кусоктар болған соң тігемін. Тайып кете береді. Жылжып. Мына шетіне ақ қойып жіберейін. Ақ и золотымен окантовка. Золотистый түрі мына цветті ма? Бұл глянцевый велюр. Қалғандары матовый, осы золотистый тек глянцевый да бар, матовый да жоқ, именно осы цвет. Матовый да шамалы темный цвет, золотистый. Осы велюрдың глянцевый и матовый түрлері болып екіге бөлінеді ғой, соның мынау глянцевый. Ашат осы цвет. Мен глянцевыйдан тек осы золотыны көп пайдаланам. Астында мата нешеден неше. Астында матам 27-те 27. Мен құрақ тіккен жақсы көрем, бірақ ойлы көрпеден шыға алмай шірімін дейді. Жер төшекке кешіресіз дейді. Бұл құрақтың атын нақты білмеймін. Бұл ши құрақ қой.
қазір үлкен қылып тігіп аламыз да 24-24 қылып, соны 2-ге бөліп, 4-ге бөлеміз, сонда бізде 12-де 12 мындай бұрыштама құрақ сияқты болып шығады. Қазір көрсетемін. 12-12-нің біз бір тіккенде уже 4 құрағын сразу тігіп аламыз. Постоянно пайдалану үшін осы құрақты. Қараңыздар, осындай құрақ болып шықты бізде. Осыны былай бір и былай бір бөлеміз. Қазір жегін қиып алайын, артық жерлерін. Ойлы матаңыздың размерін неше етіп аласыз дейді. Түсінбедім. Бұл колодец шиғырақ. Негізі барлығы шиғырақ деп айтылады екенді. Соны адамдар өздері колодец, Версачи деген, мозаика деген сияқты өздері қойып алған деп естідім мен жақында. Так бәрінің аты шиғырақ қой деп естідім да. Енді колодец сияқты тігіледі. Бірақ біз бұны колодец қып қалдырмаймыз ғой. 4-ге бөлгеннен кейін 4 құрақ шығарып аламыз бұдан біз. Уже колодец болмай қалады ол кезде. Сізге қызығып, сәлеметсіз, сізге қызығып. Мен бүгін машинкаға заказ беріп кеттім. Аврора деген. Жақсы ма ол машина дейді. Машаллах, іске сәт. Аврораны білмедім, қалай екенін. Кім ол? Әдемі шықты дейді. Рахмет. Көз қуанады. Осында шебердің қолынан шыққан. Рахмет. Ортасындағы квадратты 5-те 5 қылып алдым. Примерно жобамен 5-те 5 қылып алдым. Нақты өлшеп отырмаймын. Көз жобамен өлшеп беремін. Ортасынан бір тігіс жүргізіп аламыз. Көреміз, 2 тігіс. Негізі қиып болғаннан кейін де жүргізуге болады бұл тігісті. Тартып тұрып едім, соны алып қалды. Жібі айналып кетті. Жер шайнап кетті, мұндағын қазір кесіп тастаймыз ортасын. Костюмесіне қандай машинкамен жұмыс жасап жатырсыз деген сұрақ кетті. Jack F4 деген түрін пайдаланам. Менің машинкам сол. Любимая машинкам. Бағана бір кісі жазып, маған эфирде асты жаман болып қоймайды. Міне асты осындай болып тұрады. Мына тігістің ортасынан кесіп аламыз қазір. 2 тігіс тіктім ғой, соны ортасынан кесіп аламыз. Негізі сызып алғанда жақсы, мен де қазір
сызым келіп отқан жоқ, сызып мыжғылап отырғым келіп отқан жоқ. Міне бізде осындай құрақ шығады. Көрдіңіздер ғой, өте әдемі құрақ шықты. Телевизордан енді мен оны дауысын баса алмаймын, кино көріп отыр үйде адамдар. Қасында мен тігіп отырмын, дарылдатып. Өте жай басып қойдық, еще бағанағыға қарағанда. Міне. Сразу 4 құрақ тігіп алдым. 4 құрақ шығардым, точно. Түстерді ма, мен бір светлый, бір темный, бір светлый, бір темный қылып аламын. Сол кезінде ашып тұрады. Міне, қарап отырсаңыздар, бәрі почти бірдей. Осындай құрақтардан құрап жатырмын ғой. Міне, базовый түс осы болады бізде. Главный түс деген. Осындай құрақ істесеңіздер болады. Шамалы, өзгешелеу, ерекшелеу құрақ істесеңіздер. Тігілу жолы өте оңай. Көрдіңіздер өздеріңіз. Ленталар менде бастап тігіп жүрген ғой дейді. Мен құрақты бұрыштан бастап тігіп жүрген ғой дейді. Осы оңай түрі. Көбісі кейде білместіктен мынадан бастайды. Бірінші мынаны тігіп алады, одан кейін былай жағалайшы, уақыт кетіп қалады өзіне. Лучше осылай тіккен, осы варианты оңай. Бұл новинка сіздерге. Көп адам жалқып кеткен шығар бір құрақта тіккеннен. Құрағым ленталарым 2-6 сантиметр. Ортасындағы көзін жаңа 5-5 квадрат қылып аласыздар. Астындағы бөзі 12-12 шығу үшін мен енді 4-ке бөлем ғой. Мен 27 қылып алдым. Одан мен 24-24 қылып блок шығаруым керек. Размері, бастапқыдағы размері, ортасындағы көзін айтып отырсыз ба, бастапқыдағы размері деп, оны 5-5 қылып аласыз. Керемет. Осы. Солай тіген деп жүрмін дейді. Көре алмай қалдым дейді. Міне көре алмай қалсаңыздар, міне қайтадан бастайын деп жатырмын. Көзі осы материалдан. Ақ велюр. 5-5 квадрат. Міне. 5-5, 5,5 бұл бала берсеңіздер болады. 4 жағын тігіп алсаңыздар да болады, тікпесеңіздер де болады. Бір жағын ғана тігіп бастай берсеңіздер де болады. Жалпы размері бізде шықты 24-24 сантиметр. Ортасынан 4-ке бөлгеннен кейін бізде шықты 12-12 сантиметр. 24 жарым қылып істей берсеңіздер болады. Лентаға байланысты ғой, ленталарын жалпақтау болса, мына несін құрақтарын, например, лентаңыз жалпағы лента болса, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жол болған екен мен құрағым. Сізде жалпақтау болса, 6 жол болып істесеңіздер болады. Главный бізде 24 немесе 24 жарым болып шықса болды. Менің басқа құрақтарым 12-12 сантиметр, сол себепті мен 24-24 қылып шығарып алдым. Қандай көрпеше 3D мозаика тігіп жатырмын. Эфирді
IGTV-ге сақтаймын, лентаға сақтамаймын. Енді эфирді, бағана эфирді де лентаға сақтап қойдым. Уақытша қазір шамылдан кейін оны лентадан өшіремін, IGTV-де тұрады. Барлық мен прямой эфирларым сонда тұр. Лентамнан көбісін өшіріп тастадым. Так, көктен кейін золото жібердім. Шайде рахмет. Сіздерге де рахмет, пайдаларыңызға жарасын. Машинкаңыз күшті екен дейді. Обычный машинка көп адамда бар. Жак, промышленный машинкалар почти бірдей жұмыс жасайды ғой. Қандай түрі болса да мен ойлаймын. Разница жоқ сияқты маған. Маған тігіп тұрса болды, главный. Жұмыста тюпикал деген машинка пайдаланамын. Тюпикал ол старый, но бірақ скоростной екен ол машина. Қатты тігеді, тез тігеді. Бірақ кейбір функциялары жоқ. Мысалы, мына машинканың бір артықшылығы, одан бұрынғы тюпикалда менде свет жоқ. Біріншіден, екінші былай мына Жак F4-дің педалін артқары басқанда, мына кіріп тұрған ине шығатты резко. Ал неде жоқ ондай. Тюпикалда жоқ. Қолмен бұрап шығарасын инені артынан, мынақтан. Жақсы түсіндіреді екен, Алла разы болсын дейді. Рахмет, сіздерге де Алла разы болсын. Қандай матамен тігіп жатырсыз? Шторный, велюр, матовый и глянцевый араластырып. Глянцевый менде тек на золото. Глянцевый велюр вообще артықшылығы жылтыр болады, сосын шамалы матовыйға қарағанда жұқалау болады. Сізге қалай тіркелем дейді. Мен мына жерге номерімді қалдырамын. Мастер-класс алғыларыңыз келсе, WhatsApp-қа шығыңыздар осы номерге. Эфир сақтала ма? Эфир сақталады, IGTV-дан қарай аласыздар. Қайшыңыз жақсы екен дейді. Қайшым өзіме де қатты ұнайды. Промышленный қайшы дейді ғой. Профессиональный деген. 10-шы номер алсаңыздар, самый удобный. Осы қайшы номермен сатылады. 12-13 дегендер уже үлкен, грубый болып кетеді. Самый раз 9-8 дегендер бар, ол шамалы кішірек болып кетеді. 10-шы номер нағыз бізге керегі. Мастер-класс, ақылы. Целый көрпені мастер-класстары қазір 5000 теңге. Ертеңнен бастап уже бағасы қайтадан көтеріледі. Уже ондай баға болмайды, мүлдем. Біраз уақыт сақтап қойдым. 5000 теңгені ұзақ уақыт ұстадым. Бірақ ескертілді бұрыннан. Мастер-класс көтеріледі деп. Ол жерде 3D көрпені целый үйленесіздер. Сосын мен астына бірыңғай ақ жіп пайдаланам. Вообще мен құрақ тіккенде үлкен бобинадағы ақ жіптерді алам. Себебі мынау біз ақ бөз пайдаланамыз ғой, соған. Например, қызыл жіппен тігіп қойсам, қазір мен арты деген страшно болып кетеді, оның қызыл болып ше. Ол қай жерде мереке сақтау айтып жібер. Сақталған айтыңызшы дейді, қай жерде айтыңызшы деді, ма түсінбедім. Менің парақшама кіргеннен кейін бірінші квадратиктер тұрады, жоғарысында, сосын ортасында IGTV-дің тұрады. Сол IGTV деген ішінде мені прямой эфирларым сақталған. Көп эфир, мен часто шығамын эфирге. Солар барлығы сол жерде сақталып тұр. Ұзақ видеолардың бәрі. Машинка ауыр айналып тұр, не істесем екен? Қандай машинка сізде? Промышленный ма или бытовой машинка ма? Ютубтан қарасаңыз да болады. Негіз мен ұстазым бар емес па, Ютуб қой. Бәрін Ютубтан үйренемін. Инстаграм
жүргізуді, Инстаграм дамытуды барлығын мен ютубтан үйренемін. Көп адамдар жаңа сабаққа қатысады, андай платный сабақ бірдемелерге қатысады. Сосын бір результат болмай ол қалады далада. Лучше бесплатно сол сабақтардың барлығы ютубта тұр. Бәрін табуға болады ғой ютубтан. Лентаның ширинасы қанша? 2-6 сантиметр. Ортасындағы квадратым 5-5 сантиметр. Қанша килограмм пахта кетеді жаздыққа және жұрқанға қанша килограмм пахта кетеді жаздыққа дейді. Мен түсінбедім. 3D көрпе мен 2 құрақ оюлы көрпеше бірге 5.000 ба? Я болмаса әрқайсысы бөлек-бөлек ба? Бұл жерде әрқайсысы бөлек-бөлек баға. Әрқайсысы бөлек-бөлек мастер-класс ол жерде. Ол итаки скидкамен бөлек-бөлек болса да сол. Менің өзімде иногда мастер-класстар аламын мастерлерден. Например, мен өзім ертең тағы бір мастер-класс алайын деп отырмын. Новинка болады алда менде. Мысалы, тек жастықтың өзін мен 10.000 теңгеге алып отырмын. Мен көп нәрсесін білемін ол жердегі. Тек бір ғана техника үшін бір жастыққа, бір жастық мастер-классын мен өзім 10.000 теңгеден алып отырмын. Мен просто қалтаға ұратындай баға болмасын деп көп адамға біраз қыздар алып кәсібіне айналдырсыншы деп өте арзан бағада жасадым. Аллаға шүкір, өкінбеймін арзан баға болса да. Себебі қазір көп өте жақсы отзывтар алып жатырмын. Қанша қыздар апаларға көмек болып, олардың кәсібіне айналып жатыр өзім. Қуаныштымын. Пахта мақта дейді. Тіккен қойды. Саламатсыз, менікі бытовой шторный велюрді тікпей қойды. Ине номері неше болу керек дейді. Бытовой машинка номерін білмеймін. Любой инемен тіге береді ғой. Просто машинка шаршайды, бытовой машинка құраққа. Сол үшін шамалы демалдырып, майлап, астын бәрін тазартып, сөйтіп алуыңыз керек. Неше килограмм мақта саласыз? Көрпешеге мен 3,5 килограмм мақта саламын. Себебі қазір мен көрпелердің астын велюрдан салып жүрмін, ауыр болып кетіп жүрді. Бұрындары мен 4 килограмм мақта салатын едім. Осы жақында бір клиентті көрдім, таңғалдым еще өзім. 3,5 келі мақта салып берсем, өзіме ұрсып, синтефон салмайсың ба? Мынау не қаразіл дейді, мен айтам, ойбай, апай сіз қызық болдыңыз ғой. Жұрттар синтефон араластырдым деп сөйлейді. Араластырса деп жатырмын. Сәлеметсіз, лектор 40-қанда ені қанша болады дейді. Лектор 40-қанда түсінбедім. Керемет екен дейді. Рахмет, лента етіп 40-қанда ені қанша болады? Лентаның ені 2-6 сантиметр болады. Қалай сізде мастер-класс алып, бір ай тіктім бір көрпені дейді. Шықты ма көрпеңіз? Мосик 13. Главное шығарсаңыз болды. Главное бір шығарып алсаңыз болды, арғарай алып кетесіз уже. Кешегіде маған бірнеше көрпе тіккен бір қыз жіберіп тұр маған. Бірдей сол классика көрпені бірнеше түрден тіккен екен. 3 түр ма, 4 түр ма, сосын көп тігіпсіз машалла деп атсам. 6 ай тіктім дейді ғой. 6 ай тіктім дейді. Алғалы бері қолым әбден жаттыққанша тіге бердім дейді. Бірақ уже соңында качественно шыққан ғой. Күшті болып. Негізі солай тіге беру керек. Қолыңыз жаттығады. Асты үстіне синтефон салып тігеді екен, сонда басылып қалмайды дейді.
Мен естім дейді. Иә, солай да жасайды, солай да тапсырыс береді біздерге, солай да біз де жасаймыз. Теккенде, оны оқыдым, күшті. Күшті болды. Қандай? Құдай қаласа ертең жіберемін фотоотчет дейді. Жіберіңіз, күтемін міндетті түрде. Міндетті түрде сторизіма салам. Мақтанам сіздермен. Барға 3000 жіберсем, көрпешеге содан 2000 сәл кейінірек жіберсем болады ма дейді. WhatsAppқа жазыңыз. Негізі ертең обедке дейін уақыт бердім, себебі өзім кеш хабарлап қойдым, сондай жаңалық болатын. Себебі алам деп жүрген қыздар өте көп. Солар ертеңгі күні бағаны өсіріп жіберіпсіз ғой, анау-мынау деген әңгіме болмасын деп алдын ала ескертіп жатырмын. Кеш жарық, мереке, машинкада лапкаңыз қандай жақынырақ көрсеңіз. Бұл машинканың өзінің лапкасы, өзінің родной, өзімен бірге келеді. Jack F4-ді қарасаңыз, осы лапка өзінің 0,5 бекен сондай. Мен лапканың бойымен алмаймын. Лапканың бойы маған жалпақтық қылады. 0,2 мен тігем. 0,2-0,3 мен тігем мен. 2-3 миллиметрмен қалдырып отырып тігемін. Көбісі айтады, өте жақын тігесіз, ашылып кетпеймін. Жоқ, міне, вообще ашылмайды. Бұл мата сетнемейді ғой, велюр. Ұзыннан не істесе, вообще ашылмайды. Тартса, тіксе. Тіреді ма көрпеше дейді? Иә, тіреді. Мастер-классқа қатысқым келеді дейді, Мереке Мұратқызы дейді. Мастер-классқа қатысқыңыз келсе, міне астыда менің номерім тұр, прикрепить етіп қойдым. Сол номерге WhatsApp-ма жаза қойыңыз. Қай мастер-классты алғыңыз келеді, суретін жіберіңіз. Оплата жасап, сразу чек жіберсеңіз де болады. Мен сразу жіберемін мастер-классты. Амансың ба дейді. Назарбаева Индира ханым. Шүкір, жақсымын, өзіңіз қалайсыз? Қолыңыз дерт көрмесін. Міне, екінші блогым дайын болды. Қазір осыны 4-ке бөліп, мынандай әдемі құрақтар шығарамын. Бұл өте әдемі, ерекше сән беріп тұрады өзі. Осындай қоссаңыздар құрақтарыңызға ше. Неде? Көрпенің арасында өзі ерекше көзге түсіп осы құрақ. Қазір сіздерге көрсетейінші қандай екен. Шаблондарды қалай алуға болады оюдың дейді. Оюдың лекалыларына заказ бермесеңіздер, бұлай шаблонын мен жібере алмаймын, өкінішке орай. Жіберу білмеймін, бұлай суреттерін жібермесем тек. Міне қараңыздаршы. Мына жерде міне дәл осы құрақты 4-ке бөліп, мынандай салғанын көріп тұрсыздар ма? Өте әдемі көріп тұр, иә? Көзге жақсы көрініп тұр. Кішкентай қиынды матыларда қалады ғой, соны не істейсіз, оны да бірдеңкеге жаратасыз ба дейді. Мынау қиындыларым ба? Бұларды мен мусорға тастаймын, немесе бар ғой, қалыңырақ 3 см, 4 см поролонды алып, ортасына мындай 50-50 қылып па, 50-60 қылып па қиып, жаңа бір-біріне өстіп жалғап, тігіп ортасын,
сосын соның басына и аяғына круглый жаңа 3 сантиметрлік поролоннан кесіп алып, сіздерге лайфхак айтып кетейін, ауызша мастер-класс айта салайын да. Сөйтіп круглый қылып қиып аласыздар да, бір жағын клейлейсіздер, жаңа конфетка жастықтың жасалу жолы ғой, бұл да бір. Сөйтіп ыстық клеймен клейлеп, бір жағын жабыстырып тастайсыздар, кәдімгі цилиндр шығатын домалақ, и бір жағы жабысқан жаңағы. Соның ішіне мындай мусорларды саласыздар, сосын сіздерде конфетка жастықтың іші пайда болады. Сыртын обычный істей саласыздар. Алла бұйыртса, негізі сол мастер-классқа, сол конфеткаға мастер-класс жасаймын деп айтып едім бір немде, эфирімде. Бірақ қазір мүлдем қолым тимей жатыр да, сол мастер-классты бір қолға алып жасау керек болып тұр маған. Өйткені конфетканы сұраушылар өте көп. Өзім де сосын басқаша дизайн шығарғым келіп жүр. Мықты, уже налар жалықтырды мені. Вот сондай басқаша дизайн шығарып, міне мынау дайын болды бізде. Басқаша дизайн шығарып, соны қалыптастырғым келеді өзім, сол бойынша. Білмеймін енді қандай дизайн әлі ойланып жүрмін. Мастер-класс неше ай сақталады деген сұрақ келді. Мастер-класс өзіңіз удалить етіп алмасаңыз, сол телеграмда тұра береді. Бір доступ алғаннан кейін сізде постоянно сақталып тұрады. Любой уақытта кіріп қарай бересіздер. Артынан тігейін. Так что алып қалыңыздар. А то ертең қымбат бағамен аласыздар. Шетінде закрепка жасамайсыз ба? Закрепканы мен құрақтарды оюға жалғап, бәрін бірге тігіп атқан, көрпені жинап атқан кезде жасап отырам каждый раз закрепка. Ал мына құрақты құрағанда онша жасай бермеймін закрепка. Кейде жасаймын, кейде жасамаймын, онша не важно бұда. Себебі астына мата тұрады, сөгілмейді ол. Мен сосын оверлок та жасамаймын. Астына велюр саламын, оверлок жасамаймын желіне, потому что ол велюр сетінемейтін материал. Міне, көріп отырсаңыздар, міне, мына жерден былай 2 жол тігіп алдым, былай 2 жол тігіп алдым. Қазір осының дәл ортасынан кесеміз. Жерге салған төшек дейді. Жамылады дейді. Кешіріңіз, сізді дұрыс түсінбей жауап бере алмай атсам сұрақтарыңызға. Өзбекстан ба, бір жақтан жазып отырсыз, маған Қырғызстан ба? Осындай ойлап жүргем, қалай тігіледі деп дейді. Ойлардың размері неше дейді. Мына құрақтың асты қанша дейді. Құрақтың асты 27 сантиметр қылып алып отырмын мен қазір. Одан мен 24 сантиметрлік квадрат шығарып жатырмын. Соңғы қосылып атқан кісер. Осы көрпеше мастер-класс болады. Мастер-класс дәл осы суретте көрсетіліп тұрған көрпеге. Бірақтан расцветкасын басқа қалып кеткенмін. Өзгертсеңіздер көрдіңіздер ма? Резко өзгеріп кетеді ғой. Осы цветін өзгертсеңіздер вообще басқа көрпе кетеді. Міне негізі мына көрпеден мастер-класс. Жаңағы алдыда көрсеткен тура осы көрпе, тек қана бұл жерде разница цветтері ауысқан. Цветтері бөлек. Қазір тағы да серый цветін көрсетем. Ол жерде де уже вообще басқа көрпе болып кетті. Бірақ дәл осы көрпе тек цветтерінде ғана разница бар да бізде. Міне, мына жаңағы көрсеткен көрпе, мына көрпе. Барлығы бірдей дизайн, бірақ тек разница ол жерде. Цветте. Серыйын көрсете қойын. Міне, серый. Так. Ашпай атыр, суреттер дұрыс. Басына кетіп қалды. Мына көрпе, дәл осы көрпеден мастер-класс. Мынау менің мастер-классымда алып, бір қыз
Чимкент қаласынан алып, мен мастер-классым бойынша тігіп шыққан көрпесі расцветкасын өзгерте отырып. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде де өте әдемі көрпе. Қанша тұрады біреу. Бір 3D көрпені 30 мыңнан бағалаймын. Қырғызстаннан дейді. Рахмет сізге. Этно құрақ сапы. Мереке, осы бір көрпе қанша тұрады дейді. 30 мың теңге тұрады бір көрпесі. Кейде скидка сұрағанда адамдарға 28 мыңнан беремін. Скидка сұраған кезде. Минимум 28 мыңға, максимум 30-дан жоғары бағалай беруге болады. Если адамыңыз табылса, клиентіңіз. Міне 4-ке бөлсем, осындай тағы да 4 құрақ шықты. Уже 2 блок тіккеннен менде уже 8 құрақ шығардым. Көрдіңіздер ме? Осылай. Енді айта кететін жаңа мастер-класс ой қымбат дейтін кісілерге сіз тігіп, соны сатсаңыз, бір емес, оны неше есе қылып қайтара аласыз. Так что ешқандай да ойланбасаңыздар болады. Ниеттеріңіз болса, соны кәсіптеріңізге айналдырамын десеңіздер. Көрпелерім кетті. Көрпелер өте әдемі шыққан, өте аккуратны. Видео қайда кетіп қалды? Мындай оюлары қандай әдемі 3D. Осы көрпенің голубой цветін жасап жатырмын мен қазір. Қайқа орасындар? Қайқа орасындар ерте тұр. Бесік жасау тігіп үйретіңізші дейді. Бесік жасауды қазір мен өзім жасап жүрген жоқпын. Мүлдем 2 рет бағана жасадым. Тек ондай заказ ала бермеймін ондай нәрселерге. Өзім жасап жүрген нәрселерімнен жасамасам мастер-класс. 5 размерін алып тіге берсеңіз болады. Төлемді нешеге дейін қабылдайсыз дейді. Бір қыдық. Төлемді ертең до обеда сол уақытқа дейін қабылдаймын. Уже обедтен кейін бағасы өзгеріп кетеді резко. Уже қыздар да ренжиді, сіз өстіп айтасыз да, бірақтан да бағаны түсіріп тастайсыз, біз қымбат алдық деген ренжіп жатырған қыздар бар да. Енді оларды да түсінуге болады. Қымбаттау сатқасын оларға. Сол үшін обедке дейін қабылдаймын осы бағалармен. Обедтен кейін қабылдай алмаймын ол бағамен. 2 есе қымбаттайды. Қазір 3D көрпелердің бағасы 5 мың болса, ертең ол 10 мың теңге болады. Ал 3D жастықтың мастер-классы қазір 2 мың теңге болса, ертең 4 мың теңге болады. Үлгеріп, төлем жасап қалыңыздар. Сөйтен машинканың лапкасына қарай бұрайын. Жаңа бұрылып қалып еді. Так, мереке 3D көрпенің тек ортасында бола ма дейді. 3D деген көрпеде тек ортасында бола ма дейді. Жоқ, мына оюдың барлығы 3D ғой. Қанша еке мастер-класс? Бір мастер-классның құны 5 мың теңгеден. Телефонды, оны оқыдым. Осы құрақтың көзі 6 ма дейді. Мен 5-те 5 қылып алатым. 6-да 6 қылып алсаңыз да болады, кішкене үлкенірек қылып. Ешқандай да разница жоқ. 5,5 қылып алсаңыз да болады. Меру 20-20. Сіздің сұрағыңызды көрмей қалдым. Құрақтың астына қандай мата қолданасыз деген сұрақ қойыпсыз. Құрақтың астында менде наперник деген, продажада наперник деп айтады екен, мен сұрап алдым. Қандай мата деп өзімді дұрыс білген жоқпын басында. Құрақ өте жақсы екен, қап-қатты. Құрағым чөт шығады әдемі. Құрақ құрағанда материал қатты құрақ болса, құрағымыз өте жақсы шығады. Үтіктеп қойған сияқты болып.
сосын құрағанда міндетті түрде былай қолмен ысырып ауасын шығарып отырған дұрыс та, жиырылып тікпейше қақшайтып тіккен дұрыс. Рахмет. 3-ді көрпе ортасын томпайып тұрғаны ғой дейді. Иә, 3-ді деген сол ою томпайып тұрады. Мынау суретте көрпеде ол двойной 3-ді, ол көрпеде жастықтың мастер-классы бар. Менде 2 түрлі 3-ді шығарғанмын. Біреуін именно оюдың өзін томпайтасын, екінші оюдың астында матасында оюдың өзін томпайтып тігетін 2 түрлі мастер-классы бар. Саламатса, қандай машинкамен бастауға болады? Любой машинкамен бастай беріңіз. Мен өзім самый нашар машинкамен бастадым ғой. Брозер дегеннің ең арзан түріндегі машинкамен бастадым мен. Брозер деген. Оның да жақсы түрлері де бар, бірақ мен көп функциясы жоқ, настройка, зигзагта настройка жоқ түрмен бастадым да. Бір осы кәсіппен білесің ме мен деген қаншама машинка алдым, қаншама. Ең қымбат машинкам 500 000 тұрады, 500 бірдеңе мың алдым, вышивание машинка. Барлығы осы жұмыстың арқасы. Осы жұмыспен мен айына 500 000 табам. Табысым сондай. Одан да жоғары болуы да мүмкін. Ассаламу алейкум дейді. Міне Мариям деген менің өзім жақсы көрем, сіңілімдей болып кетті. Менің мастер-класс алған қыз. Бір рет біз көрген жоқпыз бір-біріміз, тек суреттен көргеніміз болмаса. Менен мастер-класс алып, негізі суретінде де тұр өзінің көрпелерін тігіп, 4 көрпе 4 жастықты ерінбей тігіп, заказ ештемесі болмаса да соны сатып, өзіне ең бірінші пайдасына осындай тура менікінде Jack F4 машинкасын алып алдым да не істеп, маған мәз болып айтып тұр, сенші сірә. Жаным, Алла берекетін берсін. Блокты размері неше дейді. Мария, мына құрақты көріп ал, мына құрақты да қоссаң әдем болады. Сабақ неше уақыт сақталады, Мереке ханым дейді. Сабақ постоян сақталып тұрады сол телеграмда. Өзіңіз шығып кетпесеңіз, удалить етіп алмасаңыз болды. Алхамдулилlah, шүкір дейді. Қорықпай алыңыздар. Мақта көктейтінде машина бар ғой, иә дейді. Мақта көктейтінде машина бар екен, бірақ менде жоқ ондай машинка. Менің енді екінші целім. Екінші емес, ол бірнешінші целі, білмеймін нешінші екен, өзімдің санынан шатасам. Сөйлей алмай қалдым ғой. Вот сол стеганый машинка. Стеганый болғанда жамылатын көрпелерді сырып кететінші. Сол машинканы көздеп жүрмін мен қазір. Алғым келіп жүр соны. Баракаллаху фикум, күшті бауырым дейді. Рахмет. Джазакаллаху хайран. Ортасында ойдың өлшемі қандай, шетке құрақтың өлшемі қандай. Мастер-класс алып бәрін көрбасаңызшы. Көмекшіңіз бар ма дейді. Көмекшім жоқ. Иногда бір үлкен апаларға осындай жұмыс сұраған кезінде үйлеріне беріп жүрмін, осындай ленталарды қиып дайындап. Сол кісілерге әйтеуір ермек болсын деп тігіп әкеп береді, ақыларын беремін. А так өзім тігемін в основном. Әпке, осы көрпе іштерін салып алуға болады ма, сатып алуға болады ма дейді. Болады, конечно. Айтайын ба, Мариям, Алматыда Арлан деген базар бар. Сол жерде сатылады. Бірақ өзің айтасың, осылай размерде, осылай тексеріп алдым деп түрде, осы мақтадан деп заказ берсең тігіп береді әдемі алып. Алматыда мен солай жасадым. Бір жылдары барғанда. Мастер-классқа қандай қатысса болады, қалай қатысса болады. Не, астыда WhatsApp номерім тұр менің, сонда жазыңызшы. Сол жерден айтамын сізге нақты. Бұл машинка жақсы дейді. Мына жерде маған жоғарыда
көптеген сообщениялар келіп жатыр екен WhatsApp-тан. Сертификат бересіз ба деген сообщение келген. Я Каспий Голдқа салады, Каспий Голдқа саламыз ба дегенде сообщениялар келіп жатыр. Осы астыда көрсетілген номерге Каспий Голдта, WhatsApp-да сол номер тіркелген. Сонда салып, сонда WhatsApp-ына чекін жібере беріңіз. Қазір мен прямой эфирден шыққаннан кейін бәріңізге жіберем мастер-классты. Плата жасалған. Солай. Мақтанды өзіңіз көктесін. Мақтан жоқ, бір апалар бар, көктейтін, сол апаларға көктетем. Өзім барлығын размерін, ішіне қандай мақта салу керек, соның барлығын өзім айтамын. Сол кісілер маған жасап береді. Солай алсам мүлдем қол тимей жатады. Иә, солай алсам болады, Мариям. Жақсысын сөйлесіп көр Арланға барып. Мақтастатындар болады өзі. Стегана 2 миллион тұрады екен дейді. Я солай естідім, 2 миллион. Бізде лазерный станок бар ғой, бірнеше түрі. Сол лазерный станок алып жүрген танысымыз бар, біздің өзіміз. Сол кісілер арқылы алдыртуға болады екен. Стегана машинка. Енді қатты алғым көрсін. Ештемеге қарамай соны алам шығар деп жүрмін. Просто қазір оны қол босамай жүр. Сұрайтын бар. Телеграм айтасыз ба? Телеграм не үшін? Телеграмда менде ештеме жоқ. Просто мастер-класс платный группаларым бар. Жабық. Ол жерге өзім доступ беремін. Оплата жасалған адамдарға. Телеграмды шынымды айтайын, өзім дұрыс қолдана білмеймін. Әйтеуір сабақтарым сақталып тұрғанын білемін. Ссылканы копировать етіп алып жібере беремін. Әйтеуір мастер-класс сұрағандарға. А так былай өзім Телеграм дұрыс қолдана бермеймін. Мына құдық құрағы 4-ке бөліп, осындай құрақ шығарамыз. Привет, дейді Жомагүл, привет. Наперник қаншадан? Мен алып отырған наперниктің ені 3 метр. Бағасы 1500 ба, сондай. Мен барғанда көптен алып қоямын. Ұмытып қаламын көп нәрсенің бағасын. Жақсы барып сұрай ғой. Қандай ткань керемет, қандай ткань дейді. Мау, шторный велюр, матовый деген түрі. Кешір қалайсың дейді. Гүлшехра ханым. Жақсымын, шүкір, өзіңіз қалайсыз. Қанша екен, қандайын алсақ болады дейді. Түсінбедім сұрағыңызға. Сары мата бархат бәпкеде. Сары матада велюр, осы велюр ғой, шторный велюр, просто глянцевый түрі. Глянцевый деген жылтыр болады. Осындай жұқалау болады, шамалы арзандау болады деймі. Мақтан тігілген қанша қаласыз? Дайын мақта 4000 теңгеге алам. Керемет тігіншілерің бар шығар десем, еңбегім мықты дейді. Рахмет, қазақ елі сәлем бердік. Суреттегі көрпені қолданып жүрген соң осы жұмысқа жуамыз ғой дейді. Оны жуамыз ғой дейді. Жуғанда осы кейін сақтай ма? Жуып көрмедіңіздер ма қыздар дейді. Сақтайды әрине, неге сақтамайды? Сақтайды. Алдыңғы жылы ма? Жіберді маған. Оның алдындағы жылдары алған менен жасау бір қыз. Сомен бордовый мен ақтан болды ол қыздың жасау. Основной мата бордовый, ою ақтан болды да. Сомен қорқып жуған ғой клиентім. Сомен рахмет деп, рахметін айтып тұр. Мүлдем бір-біріне цветі қосылған жоқ. Ойладым, бордовыйдың цветі шығып кететін шығар деп ойладым дейді клиентім. Бірақ шыққан жоқ дейді. Шынды айтайын, не? Жуып көрмедіңіздер ма деген сұраққа күлкім келіп отыр да бір жағынан. Менде үйде ондай көрпелер жоқ. Сапожник без сапогпын ғой, в общем. Лазерный станокты қайдан алсақ болады дейді. Лазерный станоктың да бағалары шамасы енді қымбатырақ сәл 2 миллион ба сондай тұрады. Енді оның бәрін жолдасым айналысады.
қай жерден алады, не істейді, машинкалардың да бәрін маған жолдасым алып береді. Мен ондай жағына мүлдем жоқ. Мен отырып алып, әкеп берген нәрсеге отырам да тіге беремін мен. Кеше Алматыға барып келдім, жолдасым замок, жіп бәрін әкеп берді. Дайындап береді, маған сөйтіп тіге беремін. Поддержка мықты менің, әйтеуір, Аллаға шүкір. Бәрі жақсы ма? Ауа райы қалай, жұмыстар? Гүлчехра ханым, сіз танымай отырмын мен. Бәрі жақсы, шүкір. Өздеріңіз қалайсыздар? Жұмыстарыңды көріп жүрмін, керемет дейді. Рахмет. Что-то біздің знакомый адамбыз ба? Түсінбей отырмын. Әпке велюр мата запасы бойынша білінеді ма дейді. Велюр осы бар ғой, шторный велюрдің миллионник деген ба түрі бар екен. Сол самый жақсы сол дейді. Алла күш қуат берсін. Рахмет, әмин. Рахмет. Мастер-класста бір көрпеге қанша мата керек, бәрін айтасыз. Конечно, бәрі айтылады. Қанша мата, не заттар керек. Соның барлығы мастер-классқа кірген бетте список болып жазылып тұр. Маған вопрос болып келіп жатыр екен. Кірген бойда көзіңізге түседі. Соны алып аласыз бірінші. Содан кейін отырып алып тіге бересіз. Барлығы түгел айтылады. Матаны қай жағынан тігу керек, қалай кесу керек, қалай сызу керек, клей қалай жабыстыру керек, барлығы түгел. Қандай қаладансыз дейді. Ақтөбе қаласынанмын. Мастер-класс бір сабағы 5000 теңгеден. Тек жастықты аламын десеңіз 2000 теңге. Қалай аламын дейді. Міне астыда мен WhatsApp номерін тұр, соған жазыңыз. Болмаса оплата жасап, қай мастер-классты алатыныңыздың суретін жіберсеңіз болды. Мен сразу жіберем қазір. Прямой эфирден шыққаннан кейін. Міне осы соңғы блок, осыны тіккеннен кейін 1 сағат болыпты уже почти. Эфирден шығамын. Эфирді сақтап қоямын. IGTV-ге. Уақытша постта сақтай беремін. Содан кейін может ертең IGTV-ге уже лақтырамын. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мереке, менде мозаика көрпенің мозаикалары оюдың жеңі 2 штуктан. Сізде 3-тен шығып тұр. Сонда нешеде неше болады мозаика құрақтың размері дейді. Ол енді оюыңыздың размеріне байланысты, құрағыңыздың размеріне байланысты ғой. Ол жайлы толық информация менің мастер-классымда. 2 құлыпта жасауға болады, 3 құлыпта жасауға болады. Жеңге құрақты. Вообще уже жалықтым бұл дизайндардан бар ғой. Ең бірінші қалай тігіп үйренеміз, ақылы курс бар ма дейді. Ақылы курс бар. Ең бірінші қалай тігу керек, барлығы сол. Новичоктарға арналған курс қой, мен күлі айтылған сол жерде. Алып көрсеңіз тігіп кете спокойно. Ешқандай да уайымдамаңыздар. Астыдағы көрсетілген номерге WhatsApp-қа жазыңыздар, жеке бәріңізге информация беретін болам. Адөн, саған не болды? Алысып жастығыңмен. Не? Сіздермен біраз әңгіме айтып отырып, біраз жұмыс жасап тастадым деймін ба? 1 сағат әңгіме айтып отырып. Бұл кімнің номері дейді. Ол менің номерім, өзімнің жеке номерім. Сұрақ белгі қойылыпты да. Ай толқын. Қалайсың дейді. Жақсымын, шүкір, өзіңіз қалайсыз. Так, ойнайық, сұрақ белгі.
Сұрағыңызды қайталамасаңыз мен түсінбей жатырмын. Кімнің номері жоқ белгі тағды. Менің номерім 3D жастық мастер-класс 2000 теңге. Жарайды, рахмет, мотивацияңызға рахмет депті. Қай жылғы сіз? 91 жылғымын. Ой, мына бала не алысып кетті? Рахмет, кәсібіңе береке. Кәсібіңнің берекетін тапсырсын көп болсын дейді. Әмин, сізге де көп рахмет. Ой, сіздердің тілектеріңізбен ғой, Аллаға шүкір, биыл жақсы болып келем, өсіп келем. Сіздердің қолдауларыңызбен әрқайсыңызға көп рахмет. Үлкен алғысым шексіз сіздердің. Сіздер менің мотивациямсыздар ғой. Так, рахмет сізге. Или 5000 мастер-класста көрпеде жастықта бармады? Жоқ, 5000 мастер-класста бір-бірден ғой, каждайның бағасы бөлек-бөлек. Классика көрпенің мастер-классы 5000 теңге, 3D көрпенің мастер-классы 5000 теңге, 3D жастықтың мастер-классы тек 2000 теңге, ол жастық болғасын. Тағы да ескерту, ертең қымбаттайды мастер-классын. Алып үлгермегендеріңіз, скидкамен алып үлгеріңіздер. Осылай ортасынан тігіп аласыздар. Астындағы қанды. Осы прямойды саласыз ба дейді. Саламын міндетті түрде. Та қандай матаны деген. Баршаңызға қайырлы кеш. Кеш жарық. Қайырлы кеш деп отырмын. Астындағы мата наперник. Қалың, бөздің қалың сияқты түрі. Құдай баламен жасты екенсің, мықты қыз екенсің. Рахмет, мен сізді де жас қыз екен деп отырмын, апа. Көп рахмет. Мен сұрағым 3 рет өтіп кетті дейді. Сіздің сұрағыңызды көрмей отырмын ба? Не, сіздің мына сұрағыңызды көріп тұрмын. Или 5000 мастер-класста көрпеде жастықта бар ма деген сұрағыңызды көріп отырмын тек. Жоқ, каждый бөлек-бөлек. Бізде неше түрлі қырақ үйреніп жүрміз. Алла Тағала бәрімізге денсаулық берсін. Әмин. Сіздерге шаршамаңыз. Әмин. Та бір түрін үйрендік дейді. Үйреніңіздер, үйретуден жалықтамын ғой. Мен өзім білетін бүкіл құрақты прямой эфирде тігіп отырам ғой осылай. Тек бір құрақты тікіп көрсетпедім ау, әлі амандасу деген. Оған бөлек материал кесіп, бөлек-бөлек дайындау керек та. Мынандай ленталар менде дайын тұрады ғой. Анаған бөлек-бөлек блоктар дайындау керек. Сол үшін оны тіке алмай жүрмін. Көп қоса да бермеймін сол құрақты. Мен тіркелді. Мастер-класс қанша жаңа қосылды? Мастер-класс бағасы 5000 теңгеден. Соңғы постымды қараңыз, салған постымды. Сол жерден көресіз. Екі жол қып тігіп аласыздар да, соның ортасын кессеңіздер, осылай майда 4 құрақ шығарасыздар. Бір, екі. Үш, төрт. Осымен баршаңызға қайырлы түн. Сұрақтарыңыз болса WhatsApp-ма жазсаңыздар болады, дайректке жазсаңыздар болады. Ертең жіберсе болады, мақшан. Ертең обедке дейін до обеда қабылдаймын. Менің қызымен жасты екенсің, айналайын балапандарың аман болып, өмір жасың ұзақ болсын. Әмин, апа.
Санди апа, көп рахмет сізге. Бағанан бері сіздің суретіңізді жаттап алдым. Белсеніп отырсыз мен прямой эфирімді. Алла разы болсын сіздерге. Алла күш қуат берсін. Матаның жылтырағы төгілмей ме? Денемді қышытып жіберді ғой дейді. Жоқ, ешқандай төгілмейді олардың, ешқайсысында. Ештеңе болмайды, ештеңе. Бұл ондай мата емес, апа міне. Бұл да велюр матасы ғой, просто жылтырақ түрі. Ешқандай апа деп қоям. Қызсыз ба или сіздің осы номерде ме? Осы номерде. Жас екенсіз. Сізде 1-2 балам болғанда бастап кету керек еді. Енді қазір 5 баланы алысып жасап отырмыз дейді. Ештеме етпейді апа. Ертең ақ өсіп кетеді. Сіздерге көмектеседі ол балапандарыңыз. Амандасу мастер-классы бар дейді. Иә, мастер-классында бар. Жастықтың мастер-классында амандасу құрағы бар. Өлшемін қанша еттіңіз, әдемі шықты дейді. Иә, Мариям. 24-24 қып тігесіз, осыны, сосын ортасынан бөлес 12-12 сантиметрлік осындай құрақтар шығады, 4 құрақ. Қолыңызға дерт бермесін, өте әдемі дейді. Рахмет, Мереке ханым. Саламатсыз, Мереке ханым. Саламатсыз ба? Тігіп жатқаныңыздың көлемі неше? Мен жаңа тіккені былай дайын тұрғанда 24-24 сантиметр болды. Соны осылай ортасынан бөлгенде 12-12-лік құрақтар шықты. Қаншадан сатасыз көрпеңізді? Осы көрпем, мен бір көрпем, осы көрпе негізгі бағасы 30 мың, кейде жеңілдік сұрағанда 28 мыңға түсіріп беремін. Здрасте. Еңбегіңмен жасалған бұйымдар, жаңа идеялары әлемі көп болсын, береке, күндер көп болсын отбасында дейді. Денсаулық, шаттық тілеймін. Ағасия, рахмет апа сізге. Бақытты бол қызмет. Әмин, сіздер аман болыңыздар. Көп рахмет. Қайырлы күн қыздар, қайырлы түн. Саламатсың ба? Ортасының өлшемі қандай? Ортасы 5-5 сантиметр. Мереке сәлем. Заочно таныспын дейді. Саламатсыз ба? Баракаллаху фикум, фантазияңыз мықты екен дейді. Рахмет, Гүлшат ханым. Иншаллах, желіге келсеңіз танысармыз. Алла бұйыртса, бара жатқан кезде айтам деймін ба? Сторизді айтам, в общем. Мен салдым 2000 теңге жастыққа. Жақсы, қазір барлығыңызға жіберем. Көптеген адамдар салып жатыр. Дегенге қалай кірем дейді. IT дегенге түсінбедім. Машалла, өте әдемі. Рахмет, мына құрақты қанша қып тіктіңіз? Көзі қанша? Азат ханым, сәлеметсіз бе? Тоже мен мастер-классында болған ханым. Бұл құрақтың көзі 5-5 сантиметр, сосын 24 сантиметр қып тігіп шығадым да 4-ке бөлдім. Осындай сразу 12 сантиметрліктен 4 құрақ шықты. Мына жерде менде құрақтарым уже міне. Бір көрпеге құрақтарым. Жастық, көрпе деп бердім. Бір полный заказға дайын құрақтарым. Ертең тағы да тігемін. Осымен баршаңызға қайырлы түн. Сұрақтардың бәрін оқып болып эфирден шығайын десем бітпей жатыр. Гитара қанша тұрады? Привет. Ассаламалейкум, қайырлы түн. Алейкум ассалам. Сізге де қайырлы түн, керемет. Ертең көрмесін. Привет. Біреу 30 мың ба? Я, біреу 30 мың теңге көрпем. Мереке Шелінің қызысың ба? Шелінің қызы емеспін. Қызылорданың қызымын. Киров деген жердің. Саламатсыз. Ортасында квадрат неше? 5-5 сантиметр. Алла сіңе береке берсін. Менің атым Сәнді дейді. Апа, атыңыз күшті, Сәнді апа. Сізді жаттап алдым. Қайырлы түн. Көрпенің ішіне жүн салмаймын, мақта саламыз. Сторис қайда саласыз, жаңалықтарыңызды WhatsApp-қа ма дейді. Сторизіма салып отырам. Келіңіз, Ақнұрдың көршісімін. Қуана күтеміз. Машалла. Барамын міндетті түрде. Осы тіккен құрақты 13 қылып тігу үшін ортасында көзді нешеден алу керек?
Оны шығып тігу үшін кішкене үлкейтіп алыңыз көзін, немесе тағы да бір лента қосып жіберсеңіз дымда алмайды. 6-да 6 қылып тігіп көріңіз. Түн сәлемін тілеймін. Жақсы, қайырлы түн. Мен қазір тірежастық тігіп жатырмын. Бұға сізбен бөлсем, міндетті түрде бөлсеңіз, мен сізді сторисқа салатын болам. Тіреді оюды көрсетесіз бе? Тіреді ою өкінішке орай менің мастер-классымның өзінің ерекшелігі. Енді құрағын бәрін көрсетіп тастадым сіздерге, сол тіредіні енді мастер-классыма қалсын. Қайырлы түн жанды. Сіздерге де қайырлы түн. Сау болыңыздар.